Бәріңе сәлем оқушылар, бүгін бізде үшінші нұсқа талдау, прикол болып басталып, серьезно кетіп қалған ше. Но давайте талдап тастайық. Үшінші нұсқаның бірінші сұраға кестедегі сандар белгілі бір заңдылық бойынша берілген. Сұрақ белгісінің орындағы санды анықтау керек. Сұрақ белгісінің орнында так. Заңдылық былай бізде. 3 жерде 4 12, 12-ні 10-ға бөлсек 1,2. 4 жерде 5 20, 20-ны 10-ға бөлсек 2. Мында 42 шығу үшін, значит, мында 70 керек. 70-ті 6-ға көбейтеміз, не болады? 420 бөлеміз 10-ға тең болады 42. Б варианты бізде дұрыс болады. Жай сандар мына екеуінің арасындағы солардың арифметикалық ортасын анықтау керек. 20 мен 40-тың арасында, так, 20 мен 40-тың арасындағы бірге және де өзіне ғана бөлінетін сандар болу керек. Мысалы, 20 5-ке бөлінеді, 4-ке бөлінеді. Сол себепті ол жай сан емес. Мысалы, 21 3-ке бөлінеді, 22 11-ге бөлінеді, 23 бөлінбейді, бірге және өзіне ғана бөлінеді. Қалдықсыз 24 8-ге бөлінеді, 25 5-ке бөлінеді, 26 13-ке бөлінеді, 27 9-ға бөлінеді, 28 14-ке бөлінеді, 29 30 10-ға бөлінеді, 31 32 2-ке бөлінеді, 33 11-ге бөлінеді, 3-ке бөлінеді, 34 2-ке бөлінеді, 35 5-ке бөлінеді, 36 6-ға бөлінеді, 37 38 39 бөлінеді бәрі. И осы төртеуін қосамыз, и 4-ке бөлеміз. Мына төртеуін қосындысы бізде 23 қосу, 29 қосу, 31 қосу, 37. 120 болды. Енді мынаны 4-ке бөлсек 30 болады. А варианты бізде дұрыс екен. Әрі қарай кеттік. Қорапта 3 қара, 2 көк, 5 жасыл қалам бар. Қораптан алынған бір қаламның жасыл болу ықтималдығын табу керек. То есть 5 жасыл қалам дейме, 5 алымында болады. Мында 3 қосу 2 қосу 5 дейсіздер, и получается бізде 5 бөлінген 10 болады. Бұл 1 бөлінген 2. А варианты бізде дұрыс болады. Алихан Рамазан және де аңсар баққа алма теруге барды. Рамазан аңсардан 2 есе көп, Алиханнан 2 есе кем алма жинады. То есть L дейсілайық Алиханды. 2 есе кем алма жинады. Егер барлығы Алихан қосу Рамазан қосу, так, то есть аңсар, Рамазан и Алихан үшеуінің жинағаны общий 112 болса, ең көп алмай жинаған бала мен ең аз алмай жинаған балалардың алмалар сандарының айырмасы, то есть максимумнан азайтамыз минимумда. Тең қанша деп тұр. Давайте анықтай қойық. Мында біз по сути мында битек болады. П тең 2А ғой, да 2А дейміз. L тең, так, L тең 2P. Значит, мында 2А дейміз. Значит, 4А деген сөз. И мында 4А дейміз. И получается бізде 3А, 7А. 7А тең 112. А тең 112 бөлеміз 7-ге. Калькулятор. 112 бөлеміз 7-ге. 16 шықты. 16. Енді Р тең 2А. 2 көбейтем 16, 32. Л тең 4А. 4 көбейтем 16, тең 64. Вот, әрқайсысын анықтадық. Ең үлкен 64, ең кішісі 16. 64 минус 16 тең болады бізде 48. Б варианты дұрыс болады екен. Мектеп асханасында сорпаның 4 түрі, қою тамақтың 3 түрі және сусынның 5 түрі бар. Егер осылардың әрқайсынан біреуден алатын болсақ, онда барлығы неше тәсілмен түскі ас алуға болатынын көрсетіңіз. Көбейте саласыз бұндай жағдайда үшеуін. 4 көбейту 3, көбейту 5, 12-ні 5-ке көбейтеміз. Так, 60 шығады. Д варианты бізде дұрыс болады. Жас алаш білім беру орталығында 300 оқушы білім алады. Жалпы 300 екен. Так, 84-ті биология таңдаған дейді. 84-ті. Диаграммадағы мәліметті пайдаланып, математика пәніне неше оқушы қатысатынын анықтаңыз дейді. Анықтауымыз керек мынаны, математиканы. Жалпы 300 болса, география 20-ма, география тең болады 300 көбейтеміз, 20% дегеніміз 0,2. Мынаумен мынау қысқарады. И бізде 60 шығады. Географтар 60 екен. Физика бізде 25%, то есть 300 көбейтеміз 0,25-ке.
қысқарады 2,5, ну 25 деп алайық, 2 нөлін қысқартып жібереміз, 25-ті 3-ке көбейтеміз, 75 шығады. Физиктер 75 екен. Химиктер 15% дейді. Химиктер, то есть 300 көбейтеміз, 0,15. Получается, вот мынаумен мыналар қысқарады, 15-ті 3-ке көбейтеміз, 45. Так, биологтар 84. Биологтар 84. И давайте төртеуін қосамыз да 300-ден азайтып жібереміз. Калькулятормен қосылайық. Калькулятормен қоса саламыз. 75 қосу 45 қосу 60 қосу 84, 264, азайтамыз одан 300-ді 36. То есть бізде математиктер 36 оқушы екен, бар ма ондай? Д варианты бізде дұрыс болады. Ары қарай кеттік. Егер де мынандай өрнек x квадрат қосу y логикалық амалы орындалса, онда 3-те 2 не дейді? Ну, 3 бұрыш 2 тең болады 3-тің квадраты қосу 2 деген сөз. Просто вот мында 3-ті қоямыз, мында 2-ні қоямыз. Получается 3-тің квадраты бізде 9, қосамыз 2 тең болады 11. А варианты бізде дұрыс болады. Дөңгелек тәрізді жерді диаграммадағы секілді 3 бөлікке бөліп, раушан, түймедақ және де лала гүлдері егілді. Егілген түймедақ гүлінің саны 60 дана болса, жалпы қанша гүл егілді? Түймедақ бізде вот көк екен, мынау 60 штук екен. Мынау бізде так 50%, мынау 50%. Так 180-ның 180 50%-да 360-тың. Ал 120 дегеніміз 360-тың 3-тен 1. То есть мынау бізде 3-тен 1. Дұрыс қой. Мынау 6-тан 1. Мынау 2-ден 1. Я, 2-ден 1. И получается 3-тен 1 болса, мына біреу 60 дегеніміз. Оны 3-ке көбейте салсақ, мына общий 100% шығады. 6 жерде 3 18, 180 шығады. Жалпы бізде 180 екен. Д варианты бізде дұрыс болады. Кестедегі сандар белгілі бір заңдылықпен берілген, сұрақ дұрыс қой да? 3-тен 1. Мынау бізде вот былайынан сызып көрсекте болады міне. 60, 60, 60 дегенде вот. И бізде мынау 6-тан 1 вот. Былайынан сызатын болсақ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 кусок. И мынау бізде 6-тан 1. Немесе 3-тен бөлетін болса вот. Былайынан бөлдік и потом как-то вот. Былайынан бөлдік, вот. Мынау 1 бөлік, мынау 1 бөлік, мынау 1 бөлік, 3 бөлігі. И бізде вот көк бөлігі 3-тен 1 бөлігі деген сөз. И 3-тен 1 бөлігі 60. Я, общий бізде 180 болады. Кестедегі сандар белгілі бір заңдылықпен берілген дейді. Сұрақ белгісінің орнында не тұр? Так, мында беткен. 16 дегеніміз 4-тің квадраты. Потом мына екеу көбейтілген екен. Минус 64 шыққан. Ну, допустим, вот 1, 1-дің квадраты 1, 1-ге 1-ді көбейтеміз 1. 2, 2-ның квадраты 4, 4 жерде 2, 8. Получается 5, 5-тің квадраты 25, 25-ті 5-ке көбейтеміз 125. 6, 6-ның квадраты 36, 36-ны 6-ға көбейтеміз. 6 жерде 6, 36, 3 ойда 6, так, 6 жерде 18, 216 шығады. Сонда бізде 36 және де 216 деген С варианты дұрыс болады екен. Төмендегі суретте көрсетілген текше тәрізді қорапты толық бояу үшін 200 грамм бояу жұмсалады дейді. То есть мынау үшін 200 грамм жұмсалады екен. 6 жағы үшін. Төмендегі суретте жоғарыдағы текше тәрізді қораптың 4 танасын біріктіру арқылы құралған дененің бетін толық бояуға кететін бояудың мөлшерін анықтаңыз дейді. Ну, сыртын бүйтіп бояйды ғой. Сыртын бояған кезде қанша грамм краска кетеді деген сөз. Бізде мынау 1, 2, 3, 4, бет жағы бар, 5, 6 жағы бар. Кубиктің 6 жағы бар. Асты үсті 4 жағы. 6 жағы бар, 6 жағына бізде 200 грамм кеткен екен. И получается бізде вот на үсті 1 жағы, арғы шеті 2 жағы, арғы шеті мына жағы 3 жағы болады. Бергі шеті мына біреу бері тұрған. Асты бар. Бұл уже 5 жағы, я? 5 жағы. 6-шы жағы ретінде мына жағын алайық. Вот 6 жағы болды. 200 грамм болды, я? Давайте жақтарын просто санай салайық. 6 жағы 200 грамм болса, мында вот 1, так,
үсті асты жанынан үшеу бар, бесеу, мынаумен алтау, потом 7, 8, 9 төбесі, арғы қыры, бергі қыры асты бар. И получается бізде, мынау бізде вот 1, 2, 3, бергі қыры 1, 2, 3, арғы қыры 1, 2, 3, төбесі 1, 2, 3. Получается 3, 6, 9, 12. Я? 3, 6, 9, 12. Артық бізде тағы да 12 жағы бар. И бізде жалпы 18 жағы бар деген сөз. 18 жағына неше грамм кетеді? Если 6 жағына 200 грамм кетсе. Біз оны қай анықтаймыз? Пропорциямен анықтай саламыз. X-тен болады. 18 көбейтеміз 200-ге, бөлеміз 6-ға. Бізде 3, 600 грамм кететкен. Мән беріп қараңыз, 4 танасын біріктіргенмен 800 емес 600 шықты. Бұл варианты бізде дұрыс болады екен. Вот, пожалуйста, 10-нан 10 алдық. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.